Бүгінгі күндеріне сәттілік тілеймін. Жаңа сабағымызды, бүгінгі сабағымызды жылы сөзбен бастаймыз. Қасымызда отырған, оң жағымыздағы немесе сол жағымыздағы балаға, немесе қызға біз өзімізді жақсы лебізімізді айтамыз. Кәнекей, бастаймыз. Жылы лебіз білдіре ғой. Күдер ай үнемі жолын болсын, шабақ білеске болса. Айзерек, қазіргі сабағымызды алшан бүгінгі күнің жақсы өтсін. Қазір сабағын білеске. Өте жақсы сабағымызды үй тапсырмасын мерген ойын арқылы тест тапсырмасымен бастаймыз. Вакцина дегеніміз не? Ашыра ғой жаным. Дана келе ғой. Еншісінде нәріміз қалай қалады? Астында жауаптар тұр. Антигендер, кім атады? Келе ғой. Газет тут, мам, газет. Жоқ, үстіндегі сұрақтар бар. Үстіндегі қанды жүректе бүкіл денеге шығарады. Артерия қан тамыры қысымы өте жоғары болады, қабырғасы қалың және серпімді болады. Ең ірі артерия аорта деп аталады. Жүректен шыққан қан тамыр аорта деп аталады. Артериядан қан арқылы қан арқылап соққыға барып отырады. Ал вена қан тамырының одан ерекшелігі қанды жүрекке қарай әкеледі. Біздің артерия жүректен бүкіл денемізге апаратын болса, ал вена қан тамырымыз денеден жүрекке әкелетін қан тамырлар. Кенділердікі, жорғалаушылардікі, құстардікі, ең күрделісі қарап тұрсаңдар сүт қоректілердікі. Мына балықтарда бір жүрекше бір қаныша болады, өте қарапайым болады. Қосмекенділерде екі жүрекше бір қаныша болады. Бұларда араласқан болады, сондықтан бұлар суыққан болады. Бұлар сыртқы орта температурасына байланысты өздерінің дене температураларды өзгеріп отырады. Енді қараңдар, құстар мен сүтқоректілерде толық төрт камералы, яғни
екі жүрекшесі, екі қарыншасы болады. Олар сәл қарапайымға жол жолаушылар қарыншасы, екі жүрекшесі болады, бір қарыншасы болады. Бірақ қосмекенділермен олардың айырмашылығы ортасында кішкене жартылай бес болады. Мінекей қарап тұрсақ, адам жүрегінің құрылысы. Анау өздерінде мақтатып, адамның жүрегінің құрылысы екі жүрекшеден және екі қарыншадан тұрады. Жүректің екі жүрекше сол және оң деп екіге бөлінеді, және екі қарыншасы да сол және оң болып екіге бөлінеді. Ал енді жүректің сыртындағы жұқа болады, ішінде қақпақшалар болады, қанның кері қайтуын болдырмайтын. Ал терінің астынан көкшіл түсті болып, бәрімізде көрініп тұрады. Осы көп болып көрініп тұрған қан тамырларымыз, осы вена қан тамырларымыз терінің астынан көкшіл түсті болып көрініп тұрады. Ал енді капилляр қан тамырларымыз өте жіңішке болады, бүкіл денемізді торлап жатады, зат алмасы мен газ алмасы жүретін орын қабырғасы өте жұқа, бір қабат жасушада тұрады, және ұлпалар мен қан арасындағы көпір болып саналады. Жаңа көпір екі беткейді бір-біріне байланыстыратын болса, дәл солай біздің капилляр қанда. Бұлтық құрттардан омыртқаларға дейін жүректен қан тамырларының эволюциясы. Жалпы әрбір тірі ағзаның эволюциялық дамуына байланысты қан тамырлар жүйесі де, қан айналым жүйесі де әртүрлі. Мінекей көріп тұрғандарында жануарлардың қан айналым жүйесі қан тамырлардан және жүректен тұрады. Қан айналым жүйесінің эволюциясы бірінші кезекте бұлтық құрттардан бастаймыз. Жүрек болмайды, оның орнына 5 сақиналы жүрекше қан қозғалтады. Ал енді бас сүйексіздер. Бұлардың ең қарапайым өкілі қандаушы. Бұл қандаушыда жүрек жоқ, құрсақ қолға қан тамырлы, қан айналым қан тамыр етеді. Ал енді ең күрделі және ең дамыған неміз біз омыртқалардың қан тамырлары деп атаймыз. Мінекей бұларға омыртқаларға нелер қатар нені? Балық қосмекенділер, балық қосмекенділер, тұз, және қоректілер, және тауыз. Иә. Тексермедің бе? Келесі. Қабырғасы ең қалың, бұлшық және эластикалық талшықтары көп. Медицина жануарлардың құрылысы осылай бірінші себебі эволюциялық дамуға байланысты қай жануарда екі қуысты жүрек бар? Балықтар екі қуысты жүрек бар. Қай жануарда үш қуысты және төрт қуысты жүрек бар? Бақа мен құстар. Бақада үш қуысты, ал құстар төрт қуысты. Өте жақсы. Өте жақсы, керемет. Отыра ғой. Сіз бір-бір оқушыдан не алып еңбек?